Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл. Осыған орай білім ордамызда қоғамның рухани жаңғыру жағдайындағы әл-Фарабидің әлеуметтік этикалық шығармаларының өзектілігі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Шараны жалпы университеттік әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасы мен рухани жаңғыру ғылыми білім беру орталығы ұйымдастырып отыр. Ондағы мақсат екінші ұстаз атанған ғалымның өнегелі өмірін, дүние жүзі өркениетіне қосқан өлшеусіз үлесін, саяси философиялық діни көзқарастарын дәріптеп насихаттау. Жиынға университет оқытушылары, магистранттар мен білімгерлері қатысты. Онда профессор ғалымдар әл-Фарабидің рухани құндылықтары, идеялары, тәрбие туралы ойлары, астрономия ғылымы, сонымен қатар әл-Фараби және Абай тақырыбында түрлі баяндамалар оқып, құнды деректер айтты. Әл-Фараби енді білесіздер, шығыс әлеміндегі батыс пен шығысты ұштастыра білген ұлы ойшыл. Жалпы шығыс әлемінде қалыптасқан діни мистикалық ағым бар, философиялық. Сонымен қатар әл-Фараби рационалистік, яғни ақыл ойға негізделген философиялық дүниені, жалпы әлемді қалыптастырушы, батыс пен шығысты жалғастырушы деп неге айтамыз? Жалпы әл-Фараби батыс әлеміндегі ірі ойшылдар, олар Аристотель мен Платонның трактаттарын философиялық тұрғыда талқылап, шығыс әлемінің ой әлеміне, философиялық әлеміне енгізген ойшыл ретінде қалыптастырамыз. Жалпы әл-Фарабидің негізгі идеясы бұл жан туралы, жанның қуаты немесе адамның өзін танымақ туралы ілімге қарай саят. Қазіргі жастар арасында жан қуатына көңіл бөлу, материалды құндылықтардың, рухани құндылықтардың артып кету мәселесіндегі қоғамда өзекті мәселелер тұр. Сондықтан мен ойлаймын, әл-Фараби шығармашылығын тану барысында жан қуаты, рухани жаңғыру мәселелеріне қарасты қазақ руханият әлеміне осындай ойшылдың орны керек. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.